Бұл кезде Бибіғайша жол машинасымен Алғабасқа келген еді. Мектеп директоры Ғалия Ержановаға жолығып, ол кісінің қарсылығына қарамастан бір кезде мұғалімдерге арнайы салынған, бірақ осы соңғы жылдары бос қалған үйде тұратын болды. Бибіғайша, қаңырап бос қалған үйді бала-шаға қоя ма? Жаз болса бір жөн, қақаған қыста қиын ғой. Біздікінде бол. Ал оған көнбесең өзің теңдес Раушангүлдікіне орналастырайын, дегенге де келіспейтін сыңай танытты. Ал ендеше былай болсын. Қазір алдымен біздің үйге барып бой жылытып алайық. Соң көре жатармыз, деп мектеп директоры үстел үстіндегі қағаздарын жинастыра бастады. Бибіғайшаны директор есік-терезелері сынған үйге ертіп келді. 2 бөлмелі тәп-тәуір екен. Бірақ жан-жақтан жел гулеп азынап тұр. Міне, біздің хан сарайымыз осы. Апай, әзірге ішін әктеп алатын құрал-жабдықтарды артылмас па екен, деді Бибіғайша. Қалада мұндай түгілі жалдайтын баспана табудың өзі қиын. Мектепке барып, Бейбіт атайдан әк, шелек, четка сұрап ала бер. Жұмсаған мен демесең, ол кісі мектептің бір сабақ жібін бұлайғы жұртқа ұстатпайды. Ал мен Владимир Сменовичке жолығайын. Есік-терезені жөндеп, үйдің пішін қарап берсін. Ғалия іле сыртқа беттеді. Алдымен Владимир Семенович келіп, жөндеу жұмысын, терезе әйнектерін біртіндеуге бастады. Соң пешке от жақты. Бибіғайша бөлмені әктеуге кірісті. Шылымын будақтатып, алғашында алай-дүлей бықсып барып, жана бастаған жалынға қарап отырған Владимир Семенович: біздікі байбіше былтыр өлген, менікі келін тоже қала қызы. Келін жақсы, басқа балалар қалаға кетеді, сен дұрыс жасағансың, дей берген шалдың әңгімесін ішке кірген толықша, орта бойлы ақ-сары қыз бөліп жіберді. Бибіғайша, асырға келіп қалдық. Қаланың қыздары мұндай жұмысқа орашолақтау сияқты көрінуші еді. Өзің тегі пысық екенсің. Раушангүлмен таныстағы осылай басталды. Аузы күйген үрлеп ішер кейпі ме, әлде жаңа ортаға үйренісе алмай жүрме? Әйтеуір Бибіғайша мұнда сабағынан өзге мектеп жұмыстарына араласа қоймады. Сырғыған сағаттар мен жылжыған күндер еш айырмашылығы жоқ, бір-бірінен көшірмесі тәрізді өтіп жатқанды. Қызметіне бір ізбен келіп, бір ізбен қайтуға өзі де машықтана бастағандай. Жаңа жыл қарсаңы, мектепте елка шашасын әсемдеп жатқан дәп желке тұстан Бибіғайша апай деген таныс дауыс жалт бұрылтты. Қолындағы ақ теңбілі жұп-жұқа шыны шарды жерге түсіріп алды. Бибіғайша, ештеңе емес, жаңа жыл қуанышы болар, деген ырымға жолығырық, деп Еркебұланмен сәлемдесті. Әйгерім әжей қалай? Сәлемеш тәтейдің үйі аман ба? Мектепте не жаңалық? 90-ды қалай аяқтадыңдар? Еркебұлан ойда жоқта ғайып болып кететіндей сауалдарын түйдектете бірақ айтты. Апай, сыртта шанада Сайранбек отыр. Әйгерім әжей бұрынғы ұсынса, жаман емес. Ауылда еш жаңалық жоқ. Қазір мен оны шақырайын. Бибіғайша Еркебұланға ере шықты. Апай, Еркебұлан екеуміз сізді жаңа жылмен құттықтап келдік, деп Сайранбек қолындағы қамшыны біресе оң қолына, біресе сол қолына ауыстырып, сысқалақтай амандасты. Балалар, біздікіне кеттік. Бибіғайша да абдырап жүр. Апай, біз тоса тұрайық, киініп шығыңыз. Иә, жеңіл жүр екенмін ғой. Қазір мен тездетіп. Бибіғайша жүгіре басып ішке кіріп, іле жөлнекей пальтосының түймесін сала қайта шықты. Мектеп шетте емес, керісінше ауылдың ортасында. Ал Бибіғайша апайларының үйі мектепке жақын екен. Үшеуі ат көлікті жетектеп үйге жаяу барды. Шағын 2 бөлме тап-таза. Бір бөлмеде жалғыз үстел мен 2 орындық қана, ал екіншісінде ескілеу темір кереует тұр. Бөлме іші салқындау көрінеді. Қазір от жағып шай ішеміз. Үй жылынғанша сырт киімдеріңді шешпей-ақ қойыңдар. Пеш тез-ақ қызады, әп-сәтте бөлмелері қайнап шыға келеді. Владимир Сменович жөндеген. Бибіғайша есіктен кіре беріп жылудың қамына кірісті. Апай, пешті өзіміз ақ жағайық. Көп әуреге түспеңіз. Сәлден соң қайтатын шығармыз, деп Сайранбек сыртқа отын әкелуге шығып кетті. Мен не істейін, апай? Деп Еркебұлан да ербиіп жанында тұр. Қонақтарды жұмысқа жеккенім ұяттау шығар. Күнделікті шаруа ғой, жайғасып отыра бер. Бәрі демде әзір болады. Сонан соң жаңа жылды қарсы аламыз. Бибіғайша шәйнекке су толтырып, плитаға қойып, дастархан әзірлей бастады. Шай үстінде Әйгерім әженің жан күйін тағы бір сұрады. Апай, әжеге сізге келетінімізді айтпадық.
ол кісі білсе қалмайтын еді. Біздерді көре қалса, әй патуасыз немелер, Бибіғайша қызымның беделін түсіріп, бұзықтық жасап жүрген жоқсыңдар ма? Тентек болғандарыңды естісем, тырдай етіп сабап аламын, деп тексеріп қояды. Қызық кісі. Еркебұлан ұмытып кетіппіз ғой. Апам сізге сәлемдеме салып еді. Сайранбек сөмкеден сарымай, бауырсақ, біраз етті шығарып үстел үстіне қойды. Осы кезде көрші кемпір келді. Балам, көлікті көріп қонақ барау деп шайлық ұсталып келдім, деп орамалдың бір ұшымен жаураған көзін сүртті. Босағаға көбісін шешіп, қолындағы сүтті Бибіғайшаға ұсынды. Апа, сүт бар ғой, несіне әурелендіңіз? Жоғары шығып бізбен бірге шай ішіңіз. Жаңа жылды қарсы алайық деп жатырмыз. Мына балалар менің оқушыларым. Жаңа жылмен құттықтай келіпті. Қазір ас та әзір болады. Осы тұста мені екі бала бір-біріне қарап, апай, біз асқа қарамаймыз, ертерек шықпасақ болмайды, деді Еркебұлан. Қарағым, мен де балалардың өздерін ғана қалдырып кетіп едім. Жаңа жылдарың құтты болсын. Жасаған осы өмірді көпсінбесін. Көрші ауылдың дәмі шығар, ауыз тиейін. Кемпір 3-4 бауырсақ алып, сөйлеп жүріп кебісін киді де үйіне кетті. Шай ішіп болған соң балалар тықырши бастады. Еркебұлан, Сайранбек, бүгін осында болсаңдар қайтеді? Апай, біз қайтайық. Үй іштеріміз алаңдайды ғой, деді Сайранбек. Жаңа жылды төрт көз түгел отырып, қарсы алған жақсы әрине. Келгендеріңе көп рахмет. Әжеме менен сәлем айтыңдар. Каникулда барып қалармын. Бибіғайша Сайранбекке көрсетпей сөмкесіне сәлемдеме салды. Балалар кеткен соң құлаққа ұрған танадай тыныштала қалған бөлмеде жалғызсырағаны ма, әйтеуір өксіп-өксіп жылап алды. Жыл сайын жаңа жылды әке, шеше, туған-туысқандарымен олап-шулап көңілді қарсы алатын. Еркебұлан мен Сайранбектің Бибіғайшаға барып келгенін естігенде, Әйгерім әжей алқан-тұлқан ашуланып екі балаға дүрсе қоя берді. Әй, күшіктер-ау, арқалап апармайтын едіңдер ғой. Сонша неге қаштыңдар? Әлде шаналарыңның бір бұрышын аяғандарың ба бұл? Әже, сіз тоңдырып аламыз ба деп қорықтық, деді Еркебұлан ақталып. Менің жайымды ойлаған шығарсыңдар, онысы несей? Бәлкім Бибіғайша ауырып қалған болар. Әйгерім әжей ертеңіне ертемен атшана жетіктіріп, алғабас қайдасың деп тартып отырды. Жануар желге жүрісін көрші ауылға тез-ақ жеткізді. Көше бойында бірінші кезіктірген адамнан, әй, дедікші аман, деді Әйгерім. Аман, өзің қазақша суда екенсің. Менікі Баранчук, қызым осында мұғалім. Үй қайда? Мынау үй. Ой, өркенің өскір, өзім де тұспалдап келіп қалған екенмін ғой. Әйгерім ат басын Бибіғайша үйінің шағындау алдына тірей тоқтады. Сыртқы есікте қара құлып тұр екен, мұнысы несі? Ертемен қайда кеткен деп күбірледі Әйгерім. Табалдырыққа отыра кетті. Бұл кімі болды екен деп Әйгерімнің соңынан қарап қалған әлгі шал оның қасына келіп. Бибишка, Новый годты қарсы алған, наверно, қыздарды күнде болыр деп қара құлыпты тартып қалғанда ол ашылып кетті. Ой, тәңір жарылқағыр. Әйгерім шанада жатқан қара сумкамен орта қап жүкті сүйрелей бастады. Шал сөмке мен қапты үйге кіргізіп берді. Ойбой-оу, мал қорадай қақап тұр ғой. Үйіңнің іші уілдеген жел ме өзі? Байбіше, форточка ашық қалған, вот содан жел соққан. Әйгерім қалың сырт киіммен отыр. Шал пеш жағуға кірісті. Дүрілдеп от жағып, шай қайнай бастағанда Бибіғайша келді. Бас салып Әйгерім әжесін құшақтай алып. Ту, әже, осындай аязда жол жүргеніңіз не? Каникул басталса, өзім де баратын едім ғой. Әйгерім Бибіғайшаны маңдайынан сүйіп жатыр. Сізге рахмет, Владимир Зменович. Әжеме көмектесіпсіз. Шал кеткен соң, балам-ау, отты өзің жағамысың? Қызметіңнен келгенше ғой, үйің іші азынап тұрады. Жоқ, айналайын. Малды сәлемашқа тастаймын да, осында келемін. Мынауың тірлік емес екен, деп кемпір бәйек болды. Әже үй-жайды тастап, о не дегеніңіз? Үй-жайды біреу арқалап кетер деймісің? Тоңдырып, тоздырмай, қалған ғұмырымды күліңді көсеуге жарасам болды. Жалғыздықтың тауқыметін тартқанша сенің қасыңда болайын. Бибіғайша күліп жіберді. Алдында отырған қара кемпірдің бетіне ұзақ уақыт із салған әрбір әжімнің өзі мейірімділік төгіліп тұрғандай. Әже, алдымен каникулда біздікіне барсақ қайтеді? Қалада папам мамаммен танысасыз. Қала аралап тынығып қайтамыз. Қария ойланып қалды.
Отырып кеңсеңдеп, еріндері дірілдеп, жаулығының ұшымен көзін қайта-қайта сүртіп, бір түрлі көңілі босады. Осы жасқа келгенше ойыма келмеген, егім қишып, дәмеленбеген жайды айттың-ау балам. Ауданнан асып, аяқ аттамаған мен пақырға қала не теңім еді? Несі бар әже? Барасыз менімен. Тәңірім қуат берсе барайын. Ал ендігі менің өтінішім өзіңмен бірге болуға қарсылық жасамағайсың. Олар сол күні кілтті көрші қатша кемпірге тастап кері қайтты. Ауыл шетіне кіре бергенде Сәлимаштың балалары апай келді, мұғалім келді деп шанамен қатарласа жүгірді. Әй, жоғалыңдар түге. Биені шошытып, шанамызбен аударып кетер. Мұғалімшіл бола қалғандарын бұлардың. Ат көлікті жайғастырып, тыныққан соң Әйгерім жолға жинала бастады. Айқайлап, Сәлимашты шақырып алды. Келіншек, мына үй-жай мен малды өзіңе тастап кетейін деп отырмын. Жолы оңғарса, ертең қызымыз екеуміз Алматыға жүреміз. Қап, арқалағаным қалалы. Қалалы жер. Ұяттау шығар. Үйінде үлкен сөмке болса бере тұр. Ал керек болса біздің көмпешке ерледі. Шын айтасың ба? Мына тұрған аудан емес, Астана ғой. Үсті басыңды жөндеп ал. Басыңа менің түпіт шәлімімді сал. Ши барқыт келмеген қалатым да бар. Сонында ал. Қаладағылар үйде қалат киеді. Елге күлкі болмай, әлгі қоңыртпай орысшаңды осында қалдар. Басыңның сақинасы ұстап жүрер. Әлгі ситрамон деген дәріңді ұмытпа. Сәлимаш жол қамына әзірлесті. Жайшылықта ұстамда Әйгерім жол бойы сабырсызданып бітті. Бибіғайша онда-мұнда кетсе, пойыздан түсіп жүрме, есікке қолыңды қысып алма, басқышты құлап кетпе деп үнемі ескертеді деп отырады. Әже, кішкентай бала емеспін ғой деп жымияды да қояды ол. Әже, қазір бірінші Алматыға, одан кейін екінші Алматыдан түсеміз деді Бибіғайша терезеге қарап. Әйгерім, ғажап-ай, осы жасқа келгенше екі Алматының барын естішемші. Оған енді қанша сөтке жүреміз дегенде қасындағы жолаушы қыздар сылқ-сылқ күліп мәз болды. Бибіғайша бірінші, екінші Алматы жайын түсіндіріп жатыр. Вокзал басында олар Бибіғайшаның әке-шешесін қарсы алды. Бибіғайшаның әжесі, боларсыз, жолда шаршаған шығарсыз, ештеңе етпейді, үйге барған соң тынышталып демаласыз деп әкесі қарияның қолын алып амандасты да, содан соң барып қызының маңдайынан сүйді. Қызымды қатты сағындым, кешіріңіз деп мамасы Әйгерімнің де бетінен сүйіп жатыр. Сағындық, барып қайтпасақ па деп хат жазсақ, Бибіғайша жазған қалдырып, тіпті азарда безер болды. Қызымыздың өңі жаман емес, дей беріп еді. Тіл көзден аулақ, түкір шығарағым. Шошып кеткен қария ақыры Бибіғайшаның әкесіне тфәляматып барып көңілі көншіді. Шайдан соң дастарханға ет келгенде әжесі, бірақ әлгі кебісі түскірге барып келіп тұруым қиындау екен деді. Бибіғайша коридор мен есік сыртын қарап келіп, әже, кебісіңіз қайда, көрінбейді деп сұрап еді. Оны төмендегі есіктің қалтарысына шешіп кеткен деймін, деді Әйгерім. Бибіғайша бірінші этажға түссе, әжесі кебісін сыртқы есіктің қасына тастап кеткен екен. Олап-шулап үшінші қабатқа көтерілгенде жүре берген, мұны ешқайсысы аңғармай қалса керек. Бибіғайша кебіс туралы тіс жарған жоқ. Әжесі намыстанып қалуы мүмкін. Олар қайтуға жинала бастағанда Бибіғайшаның анасы, қызым-ау, осында ауыстырып алсақ қайтеді? Қанша сыр бермеуге тырысқаныңмен ауыл тұрмысы ауыр тиерін білмейді деймісің? Әкең екеуміз де жарым көңіл алаңдап отырамыз. Өзіңмен бірге бітірген Баян аспирантурада жүр, асқақтап. Ал сенің білімің одан ілгері емес пе еді? Енді ауыл мен қала тіршілігін басыңнан өткердің. Жазға дейін қызметті қойып, аспирантураға дайындал, деп аяқтады сөзін. Бибіғайша үнсіз жинала берді. Оң-солын ажырата алмай жатқан бала емес, өз біледі. Бибіғайшаның әкесі сабыр сақтап, жұбайын мәмілеге шақырды. Олар үйге келгенде таң атқан, бөлмелері әктелген, үй жып-жылы, пеште от жанып жатыр. Ауланың қары күреліп, бір қыдыру отын жарып, текшеленіп үйіліпті. Әй, бақырай, малда ғана табыстап едім, сонша әуреленгенін қарашы. Бұл шіркінде жан жоқ. Қарая сөйлеп жүріп, Бибіғайшаның апасы сыйлаған жалт-жұлт еткен жібек көйлегін киіп алды. Зергерлік бұйымдар дүкеннен әкеліп, папасы әжесінің білезігіне өз қолымен салған әппақ, әдемі танакөз тастары бар білезіктерін көрсетіңкіреп, көйлегінің ұзын жеңдерін де қайтара қойды.
бақ-бақ етіп қазір Сәлимаш та келеді. Көрсін дей бергенінде сықырлап сыртқы есік ашылды. Айттым емес пе? Аузымды да жиып үлгергем жоқ. Әйгерім қаладан келген базарлықтарын дастархан үстіне жайып сала бастады. Сәлимаш сыңғырлай күлді. Көмпеңке, дәл осы қалпыңда танып алудың өзі қиын-ей. Рас айтам. Ол Әйгерімді Бибіғайшаны құшақтап, сонан соң қарияның білегіндегі білезіктегі айналдырып қарай бастады. Тура жотаңнан таста тілейін бе осы? Мәссаған, Бибіғайша, көмпешкеміз күшейіп келіпті ғой. Ол ненің ақысы? Бала-шағаң ба? Ертең сырқаттана қалсаң, алдымнан сол боқмұрындарың сорлайды. Үй ішін әктеп, ауланың қарын тазалап, отын жаратындай тастай алмай жүрген жаның бар ма еді? Бірден солай деймісіз? Мұның бәрін жасап жүрген Бибіғайшаның оқушылары. Шынын айтсам, малды да солар қарады. Байбалам салып зәремді ұшырдыңыз ғой. Сәлимаш шай әзірлеп, қолы мен аузы бірдей қимылдап жүр. Қаланы да көрдің көмпешке. Енді сізде арман жоқ. Алматы ұнады ма? Сәлимаш-ау, екі Алматы бар екен. Бибіғайшаның әке-шешелері де жайдар жандар көрінеді. Қояр да қоймай серік дегендерге апарды. Тоба десе. Әлгі кәдуәлі аю, лесапат тепкенде аузың аңырқай қалады да. Ол ма? Екі түйе тауық арбаға жегіліп, қожайынын зырылдатқанда сұрама. Ал жап-жас қыз-жігіттер аспанда айналып, алтын құлағын ойнағанда жүрегім өріп өтіп, иманымды үйіріп отырдым. Адамдардың қалай жүріп тұратынына таңым бар. Ерсілі-қарсылы ағылған мәшине қисап жоқ. Біздер ауылдағы 5-6 мәшиненің арылдаған даусын көтере алмай қуырылып қаламыз. Ал олардың жандары берік екен дерсің. Қайсы бірін айтып таусайын. Қызымның арқасында бәрін көрдім. Ал енді Сәлимаш, әлгі өзіңе көмектескен балаларды кешке осында шақыр. Әжесінің әкелген сарқытынан ауыз тисін. Іріңде келген 8-ші класс оқушылары Әйгерім қарттың үйін думандатып жіберді. Апай, біз мал базарына әлі барып тұрамыз. Малға қарау керектігін әбден біліп алдық. Сауыншы апайлар бізге таңғалады. Жұмыстары жеңілдеген тәрізді. Гүлжазираның сөзін Қасымжан түрлендіре жөнелді. Тіпті мал дәрігері Сақанның өзі бізден қазір қорқады. Анада бір бұзау бүкіл денесі қалтырап, суға, не жемге, не шөпке қарамай қойды. Сайрамбек мал дәрігерін үйінен шақырып келіп, бұзауды көрсеттік. Сақан бұзауды саусағының ұшымен түртіп тұрып, әй осы бола қора, сорпаларың шығып жүрме? Атан өгіз өлейін деп жатқандай, өлсе ақты жасаймыз, бітті. Дей бергенде, мал дәрігер емеспісіз, ауырған екен, емдеуіңіз керек. Бұзауды жеке, жыл жерге ұстайық, емдеп сауықтырып шығарарсыз. Егер мұны өлтіріп алсаңыз, бүкіл оқушылар жиналып, ауданға дейін барамыз деді. Бәріміз шулап. Сақан ағай қатты састы. Не керек, ақыры қысқа бұзауды емдеп табынына қосты. Жазғы каникулда бұзауларымызға шөпті өзіміз шауып жинаймыз. Апай, бізге қайтып келіңізші. Жоқ балалар. Қайда жұмсаса сонда жұмыс істеуім керек. Балалар түнгі 10:30 кезінде бір-ақ тарқады. Келесі күні тілеулес Бибіғайшаны Алғабасқа шығарып салды. Қария ауылдың 6-7 кемпірін басын қосып, өзінің Бибіғайшаныкіне барғалы жатқанын айтты. Саудыраған сүйегін сүйретіп не бар? Жүгірген кетпейді, бұйырған жетпейді деген. Қызыңның келіп кеткенін місе түсіп отырмаймысың? Мұның құтпай қоятын құлшыныс емес екен дегендері болды. Ақыры 2-3 күннің ішінде Әйгерім апай-топай жиналып, қызыл сиыры мен ұсақ малын Сәлимашқа қалдырып, тілеулестің машинасына оны-мұны керек-жарағы мен орнын арып, Алғабасқа кетті. Алғашында бәрі жақсы болатын. Көршідегі Қатша кемпір мен Әйгерім баяғыдан бір-бірін білетін адамдардай араласып тұрды. Бірақ көктемнің аяғы, жаздың басына таман Әйгерімнің ыңқыл-сыңқылы көбейіңкірей бастады. Толдыр құдай-ай, Бибіғайшаның тұрмыс-тіршілігіне тұтқа боламын деп жүргенде, сәлмағым түсіп жүрмесе қайтсын деп, Әйгерім іштей тынып қайғырды. Бибіғайша келгенде жабырқаған кейпін көрсетпеуге күш салып ақ жүрді. Бірақ баттан кірген ауру қойсын ба, күн санап мүжіліп, жүнжей бастады. Әже, деді Бибіғайша сонда, соншалықты жүдеп кеттіңіз ғой, бір жеріңіз ауырып жүр ма? Қайдан келе қалған пәлекен? Әйтеуір мазам болмай қойғаны. Ендігі жерде саусақпен санарлықтай күн ғана ғұмыр кешетін шығармын. Өзіңдей иман жүзді жанмен Құдай айдап, әкеліп тапсырған шығар. Осы күніне шүкіршілік.
Қойыңызшы. Бибіғайша бір бозарып, бір қызарып өңі қашып кетті. Сабыр сақта балам. Жаратқанның тізімін түсіп қалмасам, о жақта да кететін кез келетін сияқты. Жаман айтпай жақсы жоқ деген. Күні ертең олай-бұлай көз жұма қалсам, отбасымның шағын отын өзіңе табыстадым. Ошағымның отын сөндірмейтін тұрақты тұяғым бар деп те тоқбелгі демін. Бұл жақта аз тұрасың ба, көп тұрасың ба өз еркің. Өз қалауын қой қызым. Әйтеуір азын-аулақ тұяққа игілік қалауын қой қызым. Ал соңғы сапарға ұялмай аттанатындай тиын тебен ол болды да ертең қамдап қойғамын. Әже, мен қазір дәрігерді шақырамын деді. Бибіғайша асыға шығып. Көк шатырлы үйге қарай құстай ұшты. Үлкен кісінің диагнозы жақсы емес тәрізді. Аудандық емханада жатып тексерілу қажет дегенді айтты дәрігер. Деп осы жолы мені ешкім ажалдан арашалап құтқарып ала қалмайды, шырағым. Емханадан үзінді-кесілді бас тартты. Әйгерімнің науқастанғаны ауылы да Ұзынқұлақтан естіп хабардар болып жатты. Алғаш Сәлимаш келді. Бибіғайша жоқта Әйгерім өткендегі өсиеті оған да айтқан. Қайдағы жоқты айтады екенсіз деп көңілін жұбатқан мен кемпірдің қазіргі өте жүдеу түрін көргенде Сәлимаш іштей тіксініп қалған еді. Айтып келген пәленің тігісін жатқызып, қайтеміз Сәлимаш, есіңде мықтап ұста. Тікенектеп жинаған тергенімнің бәрі Бибіғайша қызымдікі. Түбінде Бибіғайша ауылға барып, менің шаңырағыма ие болса, басқармаға айт. Колхоз салып берген үйді тартып алып жүрмесін. Бибіғайша да көктен түскен жоқ. Үкіметіміздің адамы де. Ал ана өзінің боқмұрындарына арнағаным бөлек. Оны қызыма айтып тапсырамын. Шіркін, бір дәу кесе қымызды сіміріп салар ма еді? Амал қанша? Қытымаған күні өткен сайын қылқындырып, өңшегімді бітеп келеді деп Әйгерім кесе түбіндегі суған шайын бір-екі қайнала жұтып ұрттады. Сәлимаш келесі күні ертелетіп кейін қайтты. Жол бойы ботадай боздап ауылға жетті. Түс мезгілінен ауа үй алдына бір мәшине келіп, күн жақтағы терезенің дәл түбіне тоқтады. Ішке Сәлимаш, Есбол Караманович, Ханшайым, Сайрамбектің апасы Хасен ағай кірді. Әйгерім ауылға Бибіғайшасыз бармайтынын айтып, ат-тонын ала қашты. Оқу жолы аяқталуға небары 15 күндей қалған болатын. Есбол Караманович Алғабас мектебінің директорына мән-жайды түсіндіріп, Бибіғайшаның сабақтарын басқа мұғалімдерге тапсырып, келісіп қайтты. Әйгерім Бибіғайшасымен сол күні ауылға келді. Ауылдың біраз адамы Әйгерімнің жағдайын сұрап, кіріп шығып жатты. Ханшайым жүк түсірсіп, бұл үйге біразға дейін болды. Бибіғайша бұған іштей аң-таң. Кейін естіді. Тілеулестің апасы Ханшайымға барып, оған біраз ренжісе керек. Қаншама жылдар бойы қойымыз қоралас, қазан ошағымыз аралас болып кеткен Әйгерімді қайтарған шағында тентіретіп жіберген әуелі сенсің. Осы сен не боп барамыз? Бір-бірімізге қиянат жасайтындай не күн туды? Егер кемпір Алғабаста қайтыс болып кетсе, бүкіл ауыл бетіне шіреу болар еді. Жұрт сен емес, анау жанындағы жолдасыңды қырқсаққа жүгіртетін еді депті. Бибіғайша қанша қызғыштай қорып, ауырған жеріне шипа іздегенімен қарияның бұл дүниедегі дәм-тұзы сарқыла бастағанда. 8 кластың қыздары мен ер балалары кезектесіп келіп тұрды. Олар да Бибіғайшаға қол ұшын беріп зыр жүгіріп жүр. Бірақ бір айналдырған ауру шыр айналдырып, қарияның иірімін шығармай дөңгелетіп келеді. Ауылдың үлкендері күнде біреуі Әйгерімнің қасында түнеп шығады. Көзі шүңірейіп жүдеп кеткен-ау. Алатын болған соң тезірек алып кетпей ме? Масыл болмай деп Әйгерім Бибіғайшаны аяп, іштей құсаланып, қансырап жатты. Бұл дүниемен өзінің мәңгі бақи қоштасып, көз жұматынын қаперіне де кіріп шықпайды. Бибіғайшаға қарап, Әйгерім әжей, ошағымның оты өшпейтін болды, шүкіршілік дейді күбірлеп. Әйгерім ара-тұра қысылып, есін білмей сұлық жататын халге жетті. Әлсін-әлсін қысылып жатып, бір есін жиғанда Бибіғайшаға, әлгі сенің үйіңнен киіп келген жібек көйлегімді Сәлимаш қарна, менің жасымды берсін деді сыбырлап. Бибіғайша әке-шешесіне әжем қал үстінде деп телеграмма соқты. Дүйсенбіде кешкісін Әйгерім дүние салды. Сол күні Еркебұлан да емханаға түскен еді.
Екі бала, Еркебұлан мен Сайранбек, күндіз Әйгерім қатты қысылып жатқан соң мотоциклмен аудан дәрігеріне кеткен. Бұны ешкімге айтқан жоқ. Олар торғай ішімен өтетін төте арба жолына түскен. Тоғайдың қалыңына кіре бергенде Еркебұланның мұрнына ештеңкенің иісі келмей ме деді Сайранбек. Алдама екен, ағаш жанып жатқан сияқты. Еркебұлан мотоциклінің жылдамдығын қоса түсті. Балалар жетебелді төбеге көтерілгенде лаулаған орман өртеніп тап болды. Ойбай, мынау нағыз өрт қой, орман жанып барады, Сайранбек. Еркебұланның иығынан жұлқылап жатыр. Көріп келемін, не істеуіміз керек, қолыңды тарт құлаймыз. Еркебұлан отқа таяуырақ барып тоқтады. Сайранбек, дәл қазір біз ауданға жақынбыз ба әлде ауылға ма? Ауданға, өйткені Жеделтөбе ауданға қарағанда бізден алыс. Онда былай болсын, сен мотоциклмен ауданға тарт, жеткен бойда милицияға хабарла. Дәрігерлерге барып әжемнің жағдайын айт. Ауылға дәрігерсіз қайтпа. Өзімдікмен бар. Сен де костюмыңды маған қалдыр. Мен шамам келгенше өтті сөндіре беремін. Мен де қаламын. Екеулеп сөндірейік. Сайранбек, айтқан істе. Ерегесіп тұратын уақыт жоқ, тездет. Еркебұлан бір түрлі түсі суып сызданып алған. Сайранбек мотоциклді дарылдатып тура тартты. Еркебұлан бүкіл орманды тып-типыл күлге айналдыруға жан сала, жалын салып, елеулеткен оттың шетінен тура қалып, оңды-солды сабалап бастады. Қайдан өрт секунд сайын нені алып бойлап барады. Еркебұлан костюмды ерсілі-қарсылы сабалап жүргенде кішкене ғана қып-қызыл шоқтың жейдесіне жеңіне түскенін білген жоқ. Бірдеме білінген күйдіріп барады. Ол түймелерін бұлдырата үзіп, жейдесін жантала шешіп, лақтырып жіберді де, от түйген шалбарын сөндіру үшін топыраққа жата қалып, аунай жөнелді. Бәлем, отпен ойнағың келген екен бала, дегендей желдің бағыты да өзгеріп, өрт енді Еркебұлан жаққа ауысып, жолындағы қара топырақтың басқаны сипып-сипып, алаулаған қызыл жалын тілімен шайпап жөнелді. Жанарын жалын шарпыған оның көзінен жас парлап, қалай қарай қашарын білмей, сасқалақтап, әуелі оңға, сонан соң солға қарай жүгірді. Осы бір қысылтаяң кезде оның есіне Паусковскийдің «Қоянның аяғы» деген әңгімесіндегі Ларион атайдың «Егер орман өртінің қоршауында қалсаң, аң-құс оттан құтылуға болатын жақты сезіп, солай қарай ұмтылады» деген сөзді есіне түсіп жан-жағына қарады. Ешқандай қоян, қасқыр, басқадай аң көрінбейді. Сонан соң Еркебұлан сыбдыр-сыбдыр еткен ағаштың жоғарғы бұталарына көз жүгіртіп еді, ағаштан ағашқа секіріп безіп келе жатқан тиынды байқап қалды. Содан соң соңынан жүгірді. Көз алды қызылды-жасылды бір сағым әйтеуір. Тиыннан ажыраған жоқ. Ол сол жүгірген бойы алдынан шыққан өрт сөндірушілерге төте тоқтады. Сайранбек жоқ, яғни ол ауылға дәрігерге кетті деп ойлады. Ал мына тұрғындардың бірде-бірін танымайды. Баланың сол жақ білегі мен оң жақ саусақтары қатты күйген екен. Тездетіп емханаға жеткізіңдер деді. Көмірдей қара мұртты ағай. Өрт сөніп бітпей ешқайда кетпеймін деп қарсыласты Еркебұлан. Осы жасаған жақсылығыңда жетер. Сендерді көріп хабарламағанда өрт мүлде бой бермейтін еді. Қара мұртты кісінің айтқанын Еркебұлан кекесінде бұғып, жалғыз өзім қалай сөндірмекпін, жел де күшейіп кетті деп білегін удай ашыған енді сезді. Қарағым, рахмет саған. Қазір әрбір минут қымбат. Әй Қасымбек, менің машинама отыр да әуелі баланы бәлніске апарып, сонан соң көмекке тағы адамдар, трактор сұра. Өрт сұрапыл, біздерге бой бере қоймайтын түрі де бар. Ағай, ауылға қайтсем қайтеді, онда Әйгерім әжей қатты ауырып жатыр еді, дегенін тыңдағанда жоқ. Балам, біршама күйген екенсің, айтқан тілге көніп ауруханаға жүр. Ол машинаға от алдырды. Сайранбек ауылынан дәрігер келгенге Әйгерімнің кеудесі сырылдап, шықпаған жаны ғана жатқан. Сөйтіп әжей дүние салды. Әйгерімнің шағын 2 бөлмесі кәрі жасқа лық толы. Әйелдер мен бала-шаға ауылға жиналып, үй маңы абыр-сабыр. Жылап тыстаған, әуелі жоқтау айтып жылаған Әйгерімнің құрбысы сары кемпір еді. Бір бүйірі сәлемаш қосылды. Екеуі мақамдап азынатқанда іштегі сырттағы жиналғандардың көзіне жас алғаны, жас алмағаны кемде-кем шығар. 5-6 самауырын қатарымен қойылып, дастархан басына отырғандардың әңгімелері де Әйгерімнің төңірегінде болды. Жарықтық. Бұл да жақсы ниетінен шығар. Жұмада жамбасы жерге тиетін болды.
марқұмның тілегі. Мақпал төбеге шешесінің қасына қойыңдар деп еді. Несі бар? Арқаласақ та жеткіземіз. Ертең ерте қарулы деген 7-8 жігіт Мақпал төбеге баратын болсын. Жері тастақтау ғой, қайлы күйректен жөндеп алсын. Сәлимаш, түнге қарай Бибіғайшаны балалардың қасында бол. Мен оларға алаңдап жатуға мұршам жоқ. Шаруа шашетектен, деп үйіне жіберді. Ертеңгі таңғы 8-9 шамасында Әйгерім үйінің алдында ашық көк түсті жеңіл машина келіп тоқтады. Орта бойлы, шашын қысқа етіп қырқып, бұйралаған әдеміше қараторы әйел. Қарағым, Әйгерім әженің үйі осы ма? Деп сұрады. Иә апай деп, тілеулес орнынан атып тұрып сәлемдесті. Сары самаурынның оттығын үрлеп жатқан Сәлимаш бейтаныс әйелге аңыра қарады да амандық сұрасты. Танымай қалғанымыз, деді, алжалақтап, басын сипап. Бибіғайшаның шешесі едім. Әжейдің қатты науқастанғанын естіп, Бибіғайшаның апасының сөзін аяқтатпай, Сәлимаш оны құшақтай бас салып көрісіп, жоқтау айтып, жылап, у-шу қылды. Үйдегілер де, бұл кім дегендей апыл-ғұпыр сыртқа шығып, сары кемпір, қой қарағым, Сәлимаш, бәрі де жаратқанның ісі. Бұл дүниеге біржолата келген адам жоқ. Бәріміз де қонақпыз деп жұбатып жатыр. Осы кезде Сәлимаштың үйінен жүгіріп Бибіғайша да жетті. Келе апасын құшақтап, өксіп-өксіп, дауыстап жылап жатыр. Қайтсын, жан сарайын аңыратып жатыр ғой. Сары кемпір сөйлеп келіп, Бибіғайшаның қолының сыртынан сүйеп, бұларға да басу айтқан сыда. Сәлимаш әлі ағыл-тегіл. Әйгерім марқұмның арманы жоқ. Бүкіл ауыл кешеден бері аяқтарынан тік тұрып, қызмет істеп жатыр. Үлкен қаладан қайғыға ортақтасып келіпсіздер. Ауылдың үлкені де, кішісі де Бибіғайшаның әкесі мен шешесін төрге шақырып, елпеңдеп қалды. Түс кезінде марқұмның мүддесін кіші Мақпалға апаратын болып жинала бастады. Сары кемпір Бибіғайшаға ақ сүтімен асырамаса да, сүттей ақ ниетімен, ақ таза жүрегімен туғанындай жақсы көрген әжеңмен қоштас қызым дегенде, Есбол Қараманович ағай, Бибіғайша бірге барсын, әжесін қойған жерін көрсін. Әйгерім әжейдің қызы да, ұлы да Бибіғайша деді. Дұрыс деп, молда да қоштаған тәрізді. Әйгерім әжені Мақпал төбеге қойды. Есбол Қараманович және 8-ші класс оқушылары Еркебұланға барып келді. Ен далада еркін жүріп үйренген бала емес пе? Торға түскен торғайдай бір түрлі жабырқау, тіпті беті бозарып, мұрнының үстінде аздаған сепкіл пайда болыпты. Бибіғайша барғанында Еркебұлан қатты күйзеліп, ұнжырғасы түсіп қарсы алды. Бибіғайша апай, бәрі бітті, деді ол, оң қолына қамыға қарап. Оның не, Еркебұлан? Қайта көзіңнің аман қалғанына қуануың керек. Көзім сау, қолым кетті. Мына қараңызшы, сол қолымның саусақтары тырылсып, жазылайын десе, ырқыма көнбей, әріптері қолға кетеді. Әліппеден бастадым деген осы. Еркебұлан сол қолмен дәптерге жазған жазуын көрсетіп еді, Бибіғайшаның жүрегі сыздап кетті. Ақ қағаздың бетіндегі әріптер отарға қасқыр шапқандай. Жазу сызуға сол қолымды қайтсем де үйретемін-ау, бірақ бар арманымның быт-шыт шықты. Ештеңе етпейді, әлі-ақ түзеліп кетеді. Бұдан бұрын еш адамға айтпаған едім апай. Менің ұшқыш болғым келетін. Ал мынадай бүріскен саусақтармен енді ұшу қайда? Екеуі де біраз уақыт үнсіз қалды. Бір кезде Бибіғайша Еркебұланның бетіне күлімсірей қарап, арқасынан қағып, тоқта, Еркебұлан, мұғалімнің тосын қылығына бала таңырқап, тіксініп қалды. Көресің, Еркебұлан, бәрі де жақсы болады. Қазір ғой каникул кезі. Ендіше біз сені Алматыға ала кетеміз. Қала аралатып, менің көңілімді аламақшықсыз ғой. Қаланы тамашалау ешқайда қашпайды. Алдымен алдыңғы қолымды мықты дәрігерлерге қаратамыз. Көк әлемін әлі-ақ шарлайсың, Еркебұлан. Еркебұланның тауы шағылған, кемтарлықты мойындай бастағанда, онысының астан-кестеңі шыққандай болды. Жүрегіндегі жақсы үміттің нәзік қылы қайта жалғауға тапқан сияқты. Мейліңіз дегендей апайына риясыз кейіппен көз тастады. Алматыдан шығарда Еркебұлан ауылға тосыннан барайық деп телеграмма соқтырмаған. Олар ауданға дейін автобуспен келді де, сонан соң жүктерін көтеріп, ерсілі-қарсылы ағылған машинаның біріне ілгерілей
ауылға баратын жолға жаяу тартты. Еркебұлан ауыл адамдарының пейілі кең, жүрегі дарқан, аңқылдаған адал, тіпті баладай аңғал болатындығы өмір сүрген ортасына байланысты шығар деп ойлаймын. Мынадай кең дүние мен жанға жайлы табиғат кімнің болсын жан сарайын жадыратып, пейілін кеңейтетін шығар. Апай, табиғат қана емес, адамдарға да байланысты болса керек. Ол да мүмкін. Бірақ Бибіғайшаның ойланып қалды. Қалай, қалада сонша адамның ішінен жаныңа жақын адам табу қиынның қиыны ма сонда? Өмірдің табалдырығын енді ғана аттаған жас қызға үлкен тынысты тіршіліктің ой қырын ажырата беру әрине әзірше шешілмеген күрмеуі мен түйімі көп құбылыс еді. Бибіғайшаның ойын жолдың шыңын бұрқ еткізіп, дәл қастарына тоқтай қалған машинаның дауысы бөліп жіберді. Бензонов екен. Машина бұлардың ауылындағы шофер жігітті танымайды. Кабинаға бір ғана адамды алуға болады. Бала, әпкеңді күніге қақтамай жүгімен бірге қосып жібер де өзің жаяу жылжи берерсің. Кейінгі келген машиналар сені де іле кетеді, деді шофер жігіт кабинадан басын шығарып ыржалақтап. Мәз болып күлгенше, машинаңызды тазастамайсыз ба? Мұндай мыжтыр шыққан салбыраған көзіңізге әпшем отырмайды, деді Еркебұлан қырсыға сөйлеп. Еркебұланды тауып кеткен сөзіне Бибіғайша риза болып жымиып қойды. Ой боқмұрын, маған мән үйрететіндей сен кім едің? Онда отырыңдар, заводтан су жаңа жылтыраған машина жібергенше. Қара жолға қарап, телміріп, көздеріңді салып, көрінген қарағайға жалтақтап. Кірпиязын. Шофер жігіт кабинасының есігін тарс еткізіп жауып, жыныстаған бақсыдай машина арылдатып, бір-екі мәрте жұлқынып, сілкініп алып, бажылдап, зуылдай жөнелді. Машинасының моторы жылып бара жатқан тәрізденді. Еркебұлан түйдек-түйдек шаңға қарап отырып, шынымен машинаның жаны мұрнының ұшына келгендей зырқыратып, азынап барады. Бұл техника тітінеген кездейсоқ келген адамның ісі. Бұндайлар сөйлейтін тілі, айтатын аузы жоқ деп машинаның тітектері жол бойы тарыдай шашылып, қаңырап қалғанша жүректері ауырмай жүре береді, деген Бибіғайша жол жиегінен әргерек қалың шөп арасындағы қысқа сабақты танакөз дала гүлдерін теріп бастады. Осы сәт олардың тұсына доңғалақтары шылдатып тағы бір машина келіп тоқтады. Мұғалім, кеттік, Тілеулес ағай, деп айғайлады Еркебұлан жүктерін қабаға қарай ала жүгіріп. Еркебұлан заттарды тастады. Қолыңа сақ бол, қазір мен өзім. Сөмкелерді Тілеулес өзі алып қорапқа орналастырды. Сіз екенсіз ғой, жақсы болды, деді Бибіғайша тосылып тұрып қалып. Кабинаға отырыңыздар, деді Тілеулес бір түрлі қызарақтап. Кабинаға жайғасқан соң барып, Тілеулес амандық сұрасып Еркебұланға: батыр, денсаулық бес болды ма, деді жымиып. Міне, саусақтар билеп тұр, Тілеулес аға. Еркебұлан оң қолын ашып жұмып көрсетіп жатыр. Бибіғайша апайдың ата-анасы мені үлкен хирургқа көрсетіп ауруханаға жатқызды. Дәрігер ағай Арғынбек Исаевич операциядан кейін алақан мен саусақтарды неше түрлі қимылға келтіретін жаттығулар үйретіп, енді ылғи жаттығу жасап, алақан терісін жаттықтыруым қажет. Күнде жарты беттей түзеп жатып жүремін, бірте-бірте жазылып кетеді, дейді. Жарайсың, батыр. Дегенмен біздің ауылдың балалары шетінен мықты екен. Қазір олар шөпте жүр. Алғашында үлкендер жағы не өндіріп тастар дерсің, ауылда босқа сенделгенше ермек етіп көрсін деп жай ғана беттерін қайтармаған. Ал қазір бригадир балаларға бар жағдайды жасап зыр қағып жүр, деді Тілеулес ауылдағы алғашқы жаңалықтарды әңгімелеп. Ауыл шетіне кіре бергенде Тілеулес қай үйге барасыңдар деген сұраулы кейіпте Бибіғайшаға қарады. Біресе Еркебұланға жалтақтап қарап қояды. Бұл көзқарастың астарын бірден ұққан Бибіғайша: Тілеулес, әуелі мені жол жөнекей үйге қалдырып кетсең, деді. Апай, тура біздің үйге барайықшы, біздікінде болыңыз, деді іле Еркебұланда. Алдымен үйге түскенім жөн шығар. Қаласаңыз тұп-тура үйге тартайын. Апам енді сізді таниды ғой, баяғыдай шошына қоймас. Тілеулес Бибіғайшаға күлімсірей қарап, шәпкісін шешіп жалына бастады. Сонан соң өзінің батылдау айтқан қалжың сөзіне байқаусыз етіп сыр шашқанына қарап маңдайы тершіп кетті. Басын кабинадан шығарып сыртқа жалтақтай берді.
үйге жеткізіңіз деп кесіп айтты бибіғайша. Одан әрі сөз өрбіген жоқ. Сәлимаштың балалары үпір-шүпір бибіғайшаны әкеліп таласа-тармаса құшақтап жатыр. Сәуле базаға қарай жүгіре жөнелді. Біздің үйдің кілті апамда, қазір алып келейін деп айқайлап барады. Бибіғайша каникулдан келгенше ауылда талай өзгерістер болыпты. Мектеп директоры Есбол Караманович құрметті демалысқа шығыпты. Бибіғайша мектеп ісінің меңгерушісі боп осында ауыстырылыпты. Бұл жаңалыққа бибіғайша өзінше қуанды. Әйгерім әжейдің үйі қаңырап бос қалмайтын болды. Сәлден соң домалаңдап, сонадаңдап сөйлеп Сәлимаш та жетті. Әженің тілеуі қабыл болған екен бибіғайша. Осында қалатын көрінесің, әйтеуір жаратқан ием тіл көзден сақтасын. Сәлимаш лезде самаурынға су толтырып, аулаға шығарып шай қойды да дастархан әзірлей бастады. Бибіғайша ауланы шыр көбелек айналып, әлденені іздеп кетті. Не жоғалттың бибіғайша? Сәлимаш та әлде түйреуіш, әлде бір ұсақ затын түсіріп алғандай жоғары еңкейіп әр жерді шұқылап жүр. Тәте, Еркебұлан екеуміз 2-3 тал әкелген едік. Әйгерім әжейдің қабірінің басына егетін боламыз. Сонда Алматыдан ба? Жақсылық қағып кетті. Ол ма ол? Сәлимаш тәте ауладан жүгіре басып көшеге шықты. Ойбай бәсе, сенің қақшып кеткеніңді біле қойып едім. Құдай үйіріп жер түбінен әкелген талдарды құртпайсыңдар етті деп, түбіне құм топырақ үйіріп отырған екі баланың қасына ендіге жетіп барғанда Жақсылық пен Сәулеш үркектеп, көздері жыпылықтап, үрпиісе орындарынан тұрды. Тәте, балаларға ұрыспаңызшы, табылады ғой. Бұны Әйгерім әжелеріңнің қабірінің басына егеміз деп, сонан соң күнде талға су құйып тұрасыңдар. Сонда олар зәулім ағаш болып өсіп, анау аспандағы күн күнге жетпей жайғалып тұрады. Бибіғайша, жүр, шай да қайнап қалған шығар. Ағаш тамырын суға салып қойып, Бибіғайша қайта кірді. Шай соңында Сәлимаш балаларын тығырайлатып, сыртқа қуып, дастарханды жинастырып, Биғайшаға демал деп диванға жастық тастады. Тападал түс болса да, жалғыз қалған Бибіғайша бір түрлі елегіздей бастады. Әсіресе құлаққа ұрған тыныштық пен тастай қараңғыда ұзақ түнді жалғыздан-жалғыз қалай өткізбекпін деген ішкі үрей айналып келіп соға берді. Енді бір сәт көзі ілініп кетсе керек. Үстіне әлдекім жайлап киім жауып жатқанда шошына көзін ашып алды. Тура Әйгерім әжесі сөйтетін. Сәлимаш тәте екен. Ұйқыңды бұзып жібердің бе? Бибіғайша, жалғыз жата аламысың? Біздің үйдің бір баласын жаныңа серік ет. Бибіғайша Сәуленің жанына алды. Сәуле енді өз үйінен гөрі Бибіғайшаның қасында көбірек болды. Бибіғайша әпкем Әйгерім әжемнің қызы болған, ал мен Бибіғайша әкемнің қызы болдым деп мақтанады Сәуле. Көшедегі өзі құрыптас құрбыларына. Бибіғайшаларды Мақпал төбеге тілеулес апарды. Расында, төбенің алғашқы қабаты тастақтау екен де, тереңірек қазғанда жері әлде қайда жұмсақ, майда қиыршықтар, тастар аралас шығып отырды. Талдары ықтасыны жоқ төбеден қатты жел жұлып кетпесін деп, ұраны тереңірек қазып, ішіне жазық аңғардан қара топырақ төсеп барып отырғызды. Апа деймін деп Сәуле шешесінің жеңінен тартқалады. Неменеге тағы қиқылдай қалдың? Апа, Жақсылық екеуміз осындай алысқа қалай келіп талдарға соғиямыз деді Сәулеш. Шынымен, мұны ешқайсымыз ойламаппыз ғой. Сәуленің сөзінің жаны бар. Бибіғайша аңырап қалды. Бұл да оның қаперіне кіріп те шықпаған еді. Енді барлығы ақылдасып жүріп, еккен талдарға қарап, ұнжырғалар түсіп кетті. Мақпал төбеге жолдан онша бұрылыс емес, жұмасына бір рет мен-ақ келіп тұрайын. Көзге қарай ыңғайлы табиғаттың өзінен де алады, деді Тілеулес. Осы кезде, апа, Тілеулес ағаға мен көмектесейін, деді Жақсылық қуанып. Сәлимаш Жақсылық пен Сәулені жетелеп апарып, кабинаға отырғызды да, Әйгерім әже, топырағың торқа, жатқан жерің жайлы болсын. Бибіғайша, бәріміз келіп кеттік, әумин деп бетін сипады. Сәлимаш кабинадағы Сәулені алдына алып, енді жайғаса бергенде Жақсылық, Бибіғайша тәтемен сыртта болайыншы деп ыңқылдай бастады. Осы Тілеулес көтеріп қорапқа шығарды. Сәуле де шешесінің бетіне жалтақ-жалтақ қарап, тықырши бастап еді. Әй, екеуіңді де осы жерге тастап кетемін, деді Сәлимаш, қызын тізесінен түсіріп, орнына отырғызып жатып.
біз өлгеніміз жоқ қой, неге тастап кетесің деп Сәуле бұртия қалды. Тәйт Дәрмен, Құдай өзің сақтай көр. Әй, сөйлей бермесең, аузыңды жап та жайыңа отыр. Сәлимаш қызының сөзінен зәресі ұшты. Аузымды мүлде жауып алсам, қалай дем аламын? Мұрныңмен. Аузымды ашпай ылғи мұрныммен дем ала берсем, мұрным шаршайды ғой, дегенде Тілеулес те апасы да күліп жіберді. Бибіғайша ауданға барып келіп, енді мектеп ісімен ешбір алаңсыз айналысуға кірісті. Басқармаға барып, мектеп жанынан учаскелік жер белгілеп, бір күнге тракторға рұқсат қағазға қолы жетіп қайтып келе жатқанында, үй жанында күрең шығармашылықпен жүрген директор ағайға көз түсті. Бибіғайша солай қарай бұрылды. Білген адам деген осы. Қазірде мектептен кетер-кетпес мұғалімдеріміздің кейбірі байқамағансып, желкесін беріп өте шығады. Бір түрлі бүкіл елден шеттеп қалғандай қолтықтасып жүредім. Келгенің жақсы болды. Үй шаруашылығына мойын бұрмай кетсем керек. Ісімнің қиюы қашып, жүр айналайын. Үйге кіріп, ағай, осында отырып-ақ сөйлесе берейік. Сізді көрген сайын қуыстанып, өзімді алдыңызда кінәлі адамдай сезінемін де жүремін. Демалысқа еркіңізбен шықтыңыз ба? Жоқ әлде? Қалқам, бүгін мектепке өзім де барып қайтқалы отыр едім. Жұмыс жайымен таныспақшы едім. Ауданда осы орынға өзіңді ұсынған менмін. Біздің жұмысымызды білген адамға болашақ тағдыры. Еңбек еш болмау үшін әуелі өзіміз еңбектене білуіміз керек. Ал менің денсаулығым мұны көтерер емес. Ыңқыл-сыңқылым көбейіңкіреп, көптен белгі беріп жүрген еді. Ал енді қазақтың айран сұрай келген шелегін жасырмас болар деген сөзі бар ғой. Әңгімені мектеп оқушылары төңірегінде бастаған екенбіз. Несіне сипақтатып, көңіліңдегі түйткілді бүйіп қалайын. Егер, қарағым, келісіп жатсаң, балаларға бас-көз болып, мектептік учаскелерге барар едім. Аға, Есбол Караманович, учаскеліктің жөні бір басқа. Сіз өз мамандығыңыз бойынша оқушыларға сабақ беріңіз. Бибіғайша көңілденіп ауладан шығып бара жатты. Әлі бала ғой. Қасында бірер жыл жүріп, ағалық қамқорлығымды жасасам, қиындау тиіп, жігері құм болып қалар, деп іштей күбірледі Есбол Караманович. Ал Бибіғайша, ала көңіл еткен дүлдімәл жайды анықтап алғаным қандай жақсы болды, деп келе жатып, кешегі қатты жауыннан қалған тайыздау суға қойып кеткенде күліп жіберді. Есіне өткен жылы бір қызық жай түсті. Көктемнің соңғы жылы болатын. Ертеңгілік көктемге салқын өкпе жел соғып, түс мезгілі жаздың жайма шуақ жылылығымен алмасып, бір күн ішінде ауа райы сан құбылып тұрған мезгілтін. Тілеулес машинасын үлкен жолдан бұрып, төтесінен бірақ түспекші ниетпен көне соқпақ жүрді. Жайлауға жете бергенде машинаның төрт доңғалағы шыр айналып, ми батқытқа батты да қалды. Ол машинасын әрі-бері арылдатқанмен түк шықпады. Қайта доңғалақтап қою батпақ жан-жаққа жетектей лақтырып шұғанақ тереңіне түсті. Ауыл үйлерінің төбесі көрініп тұр. Жаяу-ақ жүгіре берейік деп деді Әйгерім әжей. Бұған Тілеулес те келісті. Өйткені жайлаудан трактор әкелмесе болмайды. Алда балдарында не өзен емес, не көлге жатпайтын, көктемде ғана пайда болатын, шілдеде құбылалақтардың қақ суын айналатын енсіз өзенше ағып жатыр. Әйгерім әже, мен сізді арқалап өткізейін, жас емес, суының зәрі сынбаған мұздай ғой әлі. Келіңіз. Ал Бибіғайша, мен қайтып оралғанша тоса тұрсын, деді Тілеулес. Бибіғайша мен әжесі тосылып қалды. Бізге қарап тұрған кім бар? Амал қанша? Сөйтіп өтеміз де енді. Әйгерім әжей Тілеулестің арқасына оңайталана берді. Судың орта тұсына жеткенде әлгі Тілеулестің аяғына тас тиді ме, әлде саз балшыққа тайғақтады ма, әйтеуір екеуі оң жаққа жамбастай құлады. Суды шалпылдатып жағаға жеткізгенше Бибіғайша қастарына жүгіріп жетті. Екеуі де қосарлана, жазым болған жоқпысыздар, деп қарияны қолтақтап қарсы бетке шықты. Тілеулес ұялып қып-қызыл болып кетті. Енді қайттік, үсті басыңыз малмандай. Бибіғайша әжесінің көйлегінің далдиған етегін айнала бұрып сығып жүр. Несі бар? Тойдың дәл тұмсық тұсына жеткенде кейін қайтпаймыз ба? Барамыз. Тойға барсаң тойып бар демекші, біз тоңып барамыз. Ел іші ауыстыратын көйлек көншік табылар, деді Әйгерім әжей. Сол келеңсіз жайдан соң Тілеулес көп уақыт бұлардың көздеріне түспеуге тырысып, қашқақтап жүрді.
иә, әйгерім әжей айтқандай, жүрегің қамықса ел ішінен жылу да табылады екен.